Жапония әлемдегі таза мемлекеттердің қатарында орналасқан мемлекеттердің бірі. Бірақ жапондар туралы бір қызық сөз бар. Олар туғаннан бастап тазалықты жақсы көреді дейді. Бірақ шындық басқаша. Бұл әдет бірден қалыптасқан жоқ. Барлығы 1970 жылы қоқыс соғысынан кейін өзгерді. Оған дейін Жапонияда жағдай мүлде басқа еді. Адамдар қоқысты кез келген жерде тастай салатын. Қоғамдық тәртіп те әлсіз болды. Тіпті 1960 жылдары көшелер қоқыста толып жатты. Өзендер мен арықтарда лас болды. Өнеркәсіп дамыған сайын жағдай тіпті нашарлады. Зауыттардан шыққан түтін ауаны қатты ластады. Кей жерлерде адамдар бір-бірін көре алмайтындай тұман болған. Бірақ 1964 жылы Токио Олимпиадасы бәрін өзгертті. Жапония өзін әлемге таза ел ретінде ұсынғысы келді. Сол кезде билік үлкен өзгерістерге бастады. Қалалар тазаланды, қоқыс жәшіктер орнатылды, ал 1970 жылы арнайы заңдар қабылданды. Экология мен тазалыққа қатаң талап қойылды. Одан кейін халықтың ойы да өзгере бастады. Бүгінде Жапония әлемдегі ең таза елдердің бірі. Көшелер тап-таза, қоқыс көрмейсің. Тіпті кей жерлерде қоқыс жәшігі аз болса да, адамдар қоқысты өзімен бірге алып кетеді. Судың тазалығы да ерекше. Кран суын еш қорықпай іше беруге болады. Арықтардың өзінде балық жүзіп жүреді. Қоғамдық дәретханалар да өте таза әрі ұқыпты болып табылады. Ең қызығы, Жапонияда қоқыс өте қатаң сұрыпталады. Кей жерлерде 4-те бөлінеді, ал кей қалаларда 10-нан тіпті 18 түрге бөлінеді. Арнайы ережелер бар. Қоқысты дұрыс тастамасаң, айыппұл салынады. Бұл мемлекеттің бастауының ең маңызды жүйесі болып табылады. Бірақ ең бастысы заң емес, адамдардың сана сезімі. Балаларға кішкентайынан бастап үйретеді. Мектепте де, үйде де. Сондықтан тазалық жапондардың әдетіне айналған. Бұл жай ғана тәртіп емес, бұл ұлттық мәдениет. Жапония әлемдегі мемлекеттердің қатарына орналасуының бірі, ол жүйе болып табылады. Жүйе болса, тәртіп болады, тәртіп болса, тазалық та болады.